екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқысқа мүлдем тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр елегенде кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егерде сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғынды да саусағыңызбен алып тазартылған бет терісінен жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтір секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз.